Әскерден енді келген шағым, жаспын, басым бос, кеудемде мақтаныш. Отан алдындағы борышымды өтедім деп өзімді бір толыққанды азамат сезініп жүрген кезім еді. Бірақ күндерім құр достарыммен көше аралап түнге дейін ойын-күлкімен өтіп жатты. Бір күні кешке үйде шай ішіп отырғанымызда әкем үнсіз отырған маған тік қарап: «Балам, адам болғың келсе, көше кезуді қой да жұмысқа тұр. Ертең отбасы деген жауапкершілік келеді, ол кезде кеш болады», деді. Жанымды түртіп алғандай болды. Әкем көп сөйлемейтін, бірақ бір айтқаны жүрекке жететін. Сол түні ұзақ ойландым. Мектепте жақсы оқыған едім. Университетке түсемін деп арманым бар еді. Бірақ бәрі аяқ астынан өзгеріп кетті. Арада бір апта өтпей үлкен бір қайғы басымыздан өтті. Үйіміз өртеніп кетті. Түнде барлығымыз ұйқыда жатқанда электр сымнан шыққан от әп-сәтте үйді жалмады. Әкем қолындағы құжат салынған сөмкесіне жетпек болып ұмтылған еді. Көршілер ұстап қалды. Бүкіл жиған тергеніміз ақша, алтын, дипломдар, суреттер күлге айналды. Ең бастысы, аман қалдық. Сол күн біз үшін жаңа өмірдің басы болды. Біраз күн үнсіз жүрдім. Көше кезіп жүру деген ойға кіріп те шықпайтын болды. Әкемнің сөзі мен үйдің күліне айналған армандар мені өзгертті. Бір күні қаладағы мектептердің бірінде күзетші керек деген хабарды жаны ашыған туыстарым сөйлесіп, мені сол жерге тұрғызды. Бардым. Директор әйел адам екен. Әскерде болғанымды білген соң жылы қабақтанды. Бізге тәртіпті, жауапты адам керек. Балалардың амандығы бәрінен маңызды. Сен секілді әскери тәртіп көрген жігіт керек еді. Ертеңнен бастап кел деді. Солайша мен мектептің түнгі күзетшісі болып жұмысқа тұрдым. Алғашқы түнгі ауысуым әлі есімде. Қараңғы дәліз, үнсіз сыныптар. Бірақ іштей тыныштық таптым. Жауапкершілік сезімі бойымды билеп, өзімді қажет адам сезіндім. Күндер өте келе мектеп ұжымымен араласып кеттім. Айлығымды анама апарып бергенде оның көзіне жас келді. «Балам, ақылыңа шүкір», деді. Менен кейінгілер қарындасым мен кенжедім. Әлгі мектепте 5 жыл жұмыс жасадым. Артық қылығым жоқ, барлығы жақсы болды. 5 жылдан соң директор ауысып, жаңа келген директор үнемі жұмысыма көңілі тоймай жеп отырған нанымнан айырды. 5 жыл мектепте күзетші болып еңбек еттім. Балалар оқитын мектептің іргесінде отырып, өз арманымның іргесін қалап жатқам. Түнгі кезекшілікте қыстың қара суығында да, жаздың аптабында да ойымда жалғыз арман өз үйім болатын. Әкем тапқанын күнделікті ас суға жеткізсе, менің жалақым үйдің кірпіші мен теміріне, есік терезесіне кетті. 5 жылда әр кірпішті көзбен қарап жүріп, 3 бөлмелі шағын үй тұрғыздық. Бірақ ол да толық бітпеген, құм сылақпен әрең тұр. Шатыры жабылмаған, іші сылақсыз, қыста тоңасың, жазда ыстық. Бірақ ол менің үмітім, менің еңбегім. Туыстарым көрген сайын: «Қашан үйленесің? Жасың кетіп бара жатыр ғой», деп әзілдейді. Ал мен күлген болымда ішімнен үйлену үшін бір ғана махаббат жетпейтін заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Зәулім үйің, темір тұлпарың, тұрақты табысың болмаса, ешкім сенің жақсы ниетіңе қарап келмейді деп ойлаймын. Ал менде солардың ешқайсысы да жоқ. Үйім әлі бітпеген, тұрақты жұмысым да жоқ. Жаңа директор келгелі мектепте көп адам қысқартуға ұшырады. Күзетші деген артық адам ғой, бәрібір жұмыстан шығарып жіберді. Артымнан іздеген ешкім болған жоқ, рахмет айтқанда болмады. Содан кейін амалсыз автомойкаға кірдім. Күндік ақысы бар, қожайыны ашулы, суықтау жер. Күніне азын-аулақ тиын-тебен береміз еді, бірақ басқа амал жоқ. Қолым су ішінде жүрсе де, ойым сол үйде. Іші жылымаса да жүрегіме ыстық көрінетін үй. Бір күні автомойкадан көлікті жуып жатқанмын. Шаң-тозаң мен сабын иісі араласқан жерде өз ойыма беріліп жүргенімде алдымнан қымбат көлік тоқтады. Ішінен сәнденіп киінген бұрынғы мектеп директорымыз түсті. Қасында бір келіншек бар. Ол кісі мені көріп алғашында танымай қалды. Білем. Сосын көзін сығырайта қарап: «Ой, бұл сен бе едің? Мұнда не істеп жүрсің?»
ой, бұл сен бе едің? Мұнда не істеп жүрсің? Қайда жоғалдың? Жұмыс қайда? деп таңырқап. Қысылып тұрсам да шындықты жасырмай айттым. Қысқартуға ұшырадым. Қазірше осында жұмыс істеп, нәпақа тауып жатырмын дедім. Директор апай сәл үнсіз қалды. Сосын қасында құрбысына бұрылып, Жайна, сен күзетші іздеп жүр едің ғой. Мына жігітті жақсы білем, мектепте күзетте істеген сенімді еңбекқор. Осы баланы алсам қалай болар екен деді. Құрбысы маған көз тастап, иә жарайды, қолымдағы нөмірімді жазып ал. Ертең сағат 9-да мына мекенжайға кел, әңгімелесіп танысып көреміз, деп жылы жымиып визиткасын ұсынды. Қуанышында шек жоқ, тағдыр мені осылай бір бұрылысқа әкелді деп ішімнен шүкір дедім. Жұмыстан шығып сол күнгі еңбек ақымды алып үйге қарай асықтым. Көңілім көтеріңкі, көңілімде үміт, жүрегімде сенім пайда болды. Бәлкім бұл жаңа өмірдің басы шығар деп ойладым да жол бойы. Үйге келіп ертеңгі жұмысқа дайындалдым. Не дегенмен байдың үйіне күзетші боламын. Бұл мен үшін үлкен мүмкіндік. Ең жақсы киімдерімді киіп, визиткада көрсетілген таңмен таласа бет алдым. Зәулім 2 қабатты үйді көріп таң қалдым. Өте әдемі, көз тартатын. Әшекейлеп салынған сәнді үй екен. Қақпаның алдына қарап тұрып ішімнен мен де бай болғанда әке-шешемді осындай үйде тұрғызар едім деп армандап қойдым. Бірақ ой жеткенмен қол жетпейтін қиял ғой. Қақпаның жанында күзетші үйшігіне қарап жақындадым. Есікті бір жас жігіт ашты. Үстінде форма, беті жылы. Сәлеметсіз бе? Келісілген жұмыс бойынша келіп едім дедім. Иә, жаңа күзетші сен болдың ғой, қош келдің, ішке кір, таныстырам деді ол. Ішке кіргенім сол екен. Кең аулада мұнтаздай тазалық, шет жағында бассейн, гүлдер отырғызылған. Айналаға көз салған сайын көңілімнің бір шеті қуанып, бір шеті күйзеліп тұрды. Адамдар осылайды өмір сүре ме деп іштей таңырқадым. Бір бөлме бар, камералар орнатылған бөлме. Түнде бақылау, күндіз қақпа маңында тұру басты міндет. Бәрі жақсы басталды, жалақысы уақытында, тамақ ішімізге кіреді. Бірақ неге екенін білмеймін, ішім біртүрлі бос. Ол жерде иттің үлкен үйшігі болатын. Сол үйшікте бір қария тұратын. Сол қариямен тілдескім келсе де, ол үнсіз естімегенде болатын еді. Сөйтсем, әлгі қария сол үйдің иесінің әкесі екен. Кешке жақын үй иесі келді. Үйілуге таяған қыз, үстінде бренд киім. Жанында әйелі мен балалар. Машинадан түскен бойы бір сәт маған көз түсті де басын изеп өте шықты. Әлгі үйшікте тұратын қарияға қараған сайын жаным ашыды. Қалтырап әрең жүрген қарт сыртқа шығып күнге қыздырынып отыра қалса, үй ішінен біреу баж ете түсті. Кір ішке, қонақ келе жатыр. Ол болса үнсіз басын изеп тұрып кетеді, кейде көрінбей кетеді. Басында мән бермеппін, кейін білдім. Үйге адам келсе, оны иттің үйшігіне қамап тастайды екен. Басында ол кісіні бабан шығар деп ойладым. Таңертең ерте тұрып гүл суарады. Бір күні сәлем беріп едім, жымиып жауап берді. Дауысы бәсең, көзі мұңды екен. Сол сәттен бастап көңілімде бір түрлі аяныш пайда болды. Қартайғанда гүл суарып жүргені немересін ойнатып шай ішіп отыратын шағы емес па деп ойладым. Кейін бұл үйдің иесі әйелі мен балаларын алып шетелге бір айға демалысқа кеткенде сыр ашылды. Бір апта өткенде үйде жалғыз қалған қызметші әйелмен тіл қатысып қалдық. Әлгі қартқа ас апара жатқанын көріп, қолымдағы затты көмекке ұсындым жылай. Осы ата гүлдерді жақсы қарайды екен дедім. Ол шекесінен қарап, ол осы үйдің иесінің әкесі деді. Тосылып қалдым, бірақ қызығушылығым басып түсті. Үлкен кісіге обал ғой, жасы келген адам дей беріп едім, сөзімді бөліп. Ол кезінде бай болған бизнесмен, осы үйді өз қолымен өз ақшасына салған. Бірақ жас кезінде бала шағасына көңіл бөлмеген, әйеліне қатты болған. Қазір сол жазасын тартып жүрген сияқты. Келіні үйді састады деп үйшікке қуды, деді үнсіз қалып. Осы сәтте менің жүрегім ауырды. Адам қанша қателік жасаса да, қартайғанда бұлай қорлануға лайықты емес шығар. Келесі күні түнгі ауысымда үй маңын тексеріп жүргенде әлгі үйшіктен ыңырсыған дыбыс шықты. Ақырын жақындасам, қария бүктеліп отыр, терлеп кеткен, тынысы ауыр. Мен тез есікті аштым. Ата, не болды, су ішесіз бе дедім. Ол салып басын көтеріп,
бала мен шаршадым деді. Сол түні мен оған таза су апарып, шам шағып, біраз уақыт жанында отырдым. Ол маған өткен өмірін айтып, ақырын дауыспен айта бастады. Үйшіктен шыққан әлгі шал екеуміз бақшадағы орындыққа жайғасып, осындай күйге қалай душар болғанын айтты. Мен жазушы ретінде ол шалдың орнына баяндап берейін. Жас едім, үйдің жалғыз тұяғы мен болдым. Атай-әжемнің жалғызы болдым. Өз әкемді аға-жеңге деп атап ешкімді елемеуші едім. Атам мен әкемнің емхананың бастықтары болды. Анам әкімшілікте орынбасар, лауазымды қызметте. Әжем сырқатына байланысты үйде отырған жан. Ол кездері біздің үйге ғана қызметші деген бар. Таңнан кешке дейін үй жинап тамақ жасайды. Ауданда тұратын біздің үйде қонақ дегендер үзілмейді. Комиссия дегендер жиі қонаққа келуші еді. Жағдайымды білетін қыздар ізімнен қалмай айналамда топырлап жүруші еді. Сондай ерке болдым, әкемнің ақшасына сендім. Жастықпен қанша қыздың көз жасын арқаладым. Сондайдың бірінде үй қызметшісінің қызына көзім түсті, анасына еріп келген. Сол кездері атам мен әжем және әке-шешем басқа қалаға қонаққа кеткен еді. Үйде өзім ғана оқудан келіп, үйде 2-3 күн бола тұруымды ата-әжемнен өтінгенмін. Әлгі қызметші әйел неше жыл жұмыс жасап жүрген әйел ғой, қасына қызын көмектесе деп ертіп келген. Білмеймін, мен сол күні шайтан азғырдым. Қызметші әйелдің қызын күндіз бөлмеге еріксіз сүйреп, қызын күндіз бөлмеге әкеліп 5 минуттық ләззатын алдым. Ол кезде қыздың анасы есік алдында кір жайып жүрген. Қызы үйдің шаңын сүртіп жүргенде аузын басып дыбысын шығармай күшпен зорлық қылдым. Шашы бобыраған киімдер алба-жұлба қызын көрген ана айқайлап бөлмеге келді. Мен түк болмағандай жатырмын. Өз ғой көзіме түсіп болғандығым. Тыныш жүрмей ме деп түк болмағандай жата бердім. Байқұс ана шырылдап не істерін білмей мені қарғап-сілеп жылап, қызын құшақтап жылап кетті. Содан кейін ол әйел еш уақытта үйге келмеді. Мен ол жағдайды ұмытып та кеттім. Проблема болса ақша бере саламын деп ойладым. Үйдегілер де тойдан келді. Қызметшінің не үшін келмегенін сұрады. Мен білмеймін деп жауап бердім. Сөйтсем ол үйден жаназа шығыпты. Ертеңіне обедте ұйқыдан тұрғанда естідім. Үйдегілер ақшамызды апарып көңіл айтып қайтайық, қызы жап-жас еді, мектепті жақында ғана бітірген деген секілді сөздерді анам айтып жатыр екен. Ішімнен қорқып кеттім. Мен үшін ол қыз өзін өлтіргенін білдім. Олар қанша кедей болса да намыстары бар жандар. Менің былығымда әке-шешем білді. Алғаш рет әкем белдікпен әбден сабады. Ортаға әжем түсіп құтқарып қалды. Әжем үшін әлі кішкентай ештеңе бүлдірмеген баламын. Сондағы әкемнің көз жасы әлі есімде. Сені осылай тәрбиеледік пе? Жас қызды қалай ғана қорлауға арың барды. Сені өз қолыммен түрмеге тығамын деп қатты ашуланғаны бар. Тек атам мен әжем басу айтып әсер дегенде әкемнің ашуын басты. Сол бір күннен соң әкемді жек көрдім. Анамды менің қылығыма ренжіді. Олардың мені жек көргенін дұрыс түсінбей ерегісіп қалаға тайып тұрдым. Қасыма өңшең жын-жапырларды жинап көңіл көтеремін. Бір қыздың өлімі маған емес, әкеме қатты батты. Әкем жүрек ауруына ұшырап біраз жыл емделіп жүрді. Мен ол уақытта неше рет үйлендім, ажырастым, арада бала жоқ. Алла бала бермеді, бірақ оған бас қатырған мен жоқ. Кәріліктен атам да әжем де бір жылдары марқұм болды. Тек анам ғана жанымда қалды. Әкем де көп ұзамай әке-шешесінің артынан кетті. Өлер шағында маған адам бол, ол қыздың басына барып кешірім сұра, күнәңді жуып шай деді. Ал мен ақмақтығым әлі басылмаған шақ. Әкеме аға деп айтатынмын. Аға, өлген адамнан қалай кешірім сұраймын? Осындай сказкаларыңды қойыңдаршы деп әкемнің соңғы сөзін елемедім. Арада жылдар өтті. Анам байғұс жүгіріп жүріп мені бизнесмен еді. Бірақ не пайда, ішіп жеумен қаңғумен күнім өтті. Сөйтіп жүргенде бұрын тұрмыста болған әйелмен байланысып үйлендім. Ол әйелім мені қатты жақсы көрді, сыйлады. Алла ұрпағымды жалғастыратын ұл берді. Бірақ менде үнемі күдік болды. Сен бұрын еркек көрген әйелсің. Маған дейін қанша еркекпен жатқаныңды білмеймін.
осы уақытқа дейін Алла бермеген баланы сен маған тие сала қалай бердің? Маған келмей тұрып көтергенсің деп әйелімді кейде ұрып та алатын сорлы еді. Араға анам байғұс араша түсіп келінін қызындай қорғап, қолдап жүрді. Ұлым дүниеге келгенде аса қуана қоймадым. Ұлым маған емес әйеліме ұқсап қалған. Содан ол әйелді үйден қуып едім. Анам ортаға түсіп, қалған әйелімді баламмен қайта келді. Оған мен ызаланып, күнәсіз әйелімді ұрып, ұлымды жек көрдім. Анам өлер шағында менің атыма ешқандай мұра қалдырмай, ұлымның атына жазып кеткен. Маған ешқандай мүлік жоқ, тек астымдағы көлік қана. Өмірдің қадірін түсін дегендей түксіз қалған мен талай рет әйелімді ашумен ұрып ауыр еттім, ал ұлымды еш уақытта еркелетпедім. Әй иттің күшігі, сені шешең жолдан тауып алған менің қаным еместің деп өсірдім. Ол есейіп ер жеткенде мен үйден кетіп кезген бомж болдым, ішкілікке салынған адам болдым. Жылдар жылдып қартайған сайын ақылым азайды. Көше көрген бомж болған менің ұлым үйіне әкелді. Бірақ менің тілім аш еді, иттің баласы. Бар мүлкімді шешең екеуің жоспарлап тартып алдыңдар. Енді мені несіне мүсірксей деп бөтелкедегі арақтан ұрттап, немерелерім де келіннің де мазасын талай алдым. Ол аздай сейіп түсіп үйдегі жиһаздарды ластап, әй иттің күшігі қара, менен тартып алған мүліктеріңді бүлдіріп қойдым деп ішегім қатқанша күліп мазақ ететінмін. Шыдамады, білемін. Bir күні осы иттің үйшігіне қуып шықты. Сендей жынды әкені осылай бағу керек деп ұлым ашуланды. Ас сусыз ешқайда жібермей сыртымнан қамап қойды. Мен де сол қамауда ұзақ отырып өткен күндерімді, күнәларымды түсіндім. Бірақ бәрі кешеді. Кешірім сұрайтын талай адамдарым өмірден өткен. Ұлым да менен теріс айналған, ол да дұрыс шығар. Менен ешбір жылулық көрмеді ғой. Тек жегені аяқ болды. Менің өмірім өз жазамды алып жатырмын деп аяқтады. Сол бір әңгімеден соң өз әкемді қатты сағынып кеттім. Менің байлығым ақша, үй емес, үйдегі асқар-тау әкем мен анам екен. Көп ұзамай үйшіктегі ақсақалды өмірден өтті. Ішім алай-түлей, ұлынан кешірім сұрап соңғы сәтінде қоштасты. Екен деген ойлар мазалады. Десе де ұлы Құран бағыштап топырағын салды.